Атақты Эйнштейн айтады, бұрынғы сана деңгейімен пайда болған проблеманы сол сана деңгейінде ешқашан шеше алмайсың. Эйнштейн айтады, ни одну проблему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она создана. Сондықтан айтады, жаңа жетістікке жету үшін жаңа сана тудыру керек. Бір жақсылық болатын сөзсіз. Денсаулығым жақсаратыны, табысым жақсаратыны, адамдармен қарым-қатынасым болатынына, әлемді аралайтыныма, үй алатыныма, көлік алатыныма сөзсіз. Бірақ дәл қай күні екенін айта алмаймын. Осындай жағдайда өмір сүру керек. Сонда дофамин үнемі бөлініп тұрады. Жақсы ма? Ал енді бұрынғы әдетімен жүретін болсаң, болашағың белгілі. Сол баяғы сүреңсіз күндер, сүреңсіз өмір, кедейшілік, ауру, қайғы, қасірет, ұрыс, керіс, Ахметтен күнде сөз есту, әкеңнен сөз есту, ол ерінда. Менің қамшым ерінда. Ал тағдырдың қамшысы не ол? Ауру, кедейшілік, жаман мінез, ол тағдырдың қамшысы. Ол қамшы өте жоныңнан таспа тілген кезде сүйегіңе дейін түседі. Менікі әшейін ол.